Простата обыры туралы сөйлесейік. Бұл әлемдегі ер адамдар арасында ең көп таралған обырлардың бірі. Бірақ самау Үндістанда простата обыры туралы жиі талқыламаймыз. 50 жастан асқан кез келген ер адам, немесе отбасында обыр тарихы бар адам, простата обырына шалдығу қаупі жоғары. Простата обырында ер адамдар зәр шығару қиындықтары, жиі зәр шығару қажеттілігі, зәрде қан болуы, немесе төменгі іштің жайсыздығы сияқты белгілерді сезінуі мүмкін. Бірақ көптеген жағдайларда науқаста ешқандай белгілер болмауы мүмкін. Сондықтан тұрақты денсаулық тексерісі өте маңызды болады. Қарапайым қан талдауы са простатаға тән антиген. Простата тексерісімен бірге ұзақ жолға жетелейді. Простата обыры диагнозы қойылғаннан кейін үмітімізді жоғалтудың қажеті жоқ. Бізде хирургия, радиация, гормондық емдеу, химиотерапия және тағы басқа көптеген жетістіктер сияқты бірнеше емдеу нұсқалары бар. Мұнда Аполло обыр орталығында топтың бір бөлігі ретінде біз науқасымыз үшін дұрыс емдеу нұсқаларын таңдаймыз. Осылайша олардың өмір сүру мүмкіндігі мен қалпына келу жолы жақсарады.